Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү математика сабагынын такырыбы сандын кубу. Алдыңкы сабакта биздер квадратты өтүп эдик, энди биздер кубду өтөбүз. Куб дегенибиз суал санды өз-өзүнө 3 рет көбөйтүү деген сөз. 3 дарежеси. 2-ни өз-өзүнө 3 рет көбөйтсек нече болот? 2-ни 2-ге көбөйтөбүз 4, 4-ке көбөйтсек 8. Яғни 2-нин кубы 8-ге тең деген сөз. 3-тің кубы нешеге тең? 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, 9-ды 3-ке көбейтсек 27. Яғни 3-тің кубы 27-ге тең. 4-тің кубы 4-ті 4-ке көбейтеміз 16, 16-ны 4-ке көбейтеміз 64. 1-ді 3 көбейткіштің көбейтіндісін санының кубымен алмастыруға болады екен. Яғни санды 3 рет көбейтеміз, 3 көбейту, 3 көбейту, 3 деп 3 рет жазғанша, оны 3-тің кубы деп кетсек, осы дәл осы есеп, яғни қателеспейміз. 4 көбейту 4, көбейту 4, осылай 4-тің кубына тең. А-ның 3 рет көбейтілуі А-ның кубына тең екен. Енді бұларды квадратқа сәйкес және кубына сәйкес алмастырып есептейміз. 3-тің квадратын, 6-ның квадратын, 9-ның квадратын, 7-ның квадратын, 2-нің кубын, 3-тің кубын таба қойыңыздар. 4-ші есепті орындайық. 1-дің кубы 1-ге тең болады. 1-ді өз-өзіне 3 рет көбейтсек, 1 неше рет көбейтсек те бәрібір 1-ге тең болады. 5-нің квадраты 25-ге тең, 8-нің квадраты 64-ге, 2-нің кубы 8-ге, 9-ның квадраты 81, 6-ның квадраты 36. Жақсы оқушылар, 21-ші беттегі 5-ші есепті өз беттеріңізше орындап, окедуске салыңыз.